Масондар туралы не білесіз? Құрметті неге арнасын тамашалаушылар, сіздермен бірге бүгін мен керемет тақырыпты қаузайтын боламын. Масондар жайлы айтамын. Жалпы масондар туралы деректер соңғы уақытта өте жиі айтылуда. Масондар дегеніміз кімдер? Мемлекет пе, топ па, ұйым ба, қоғам ба? Олардың мақсаты не? Ендеше олар жайлы нақты әрі түсінікті түрде ақпарат беруге тырысайын. Масондық иудаизм дінінің бір тармағы десек те масондықтың тарихына үңілсек, сонау Америка құрлығы Америка болғалы, оның алғашқы президенті Джордж Вашингтоннан бастау алады. Бұл ұйымды нақты дін деп айта алар мекенбіз, тек дінді ғана емес, жалпы бүкіл адамзатты бір жұдырықта ұстауға, әлемді басқаруға деген талпыныс десек біршама жақындауға болатын шығар. Бірақ масондықтың ұшар басында тұрған еврейлер масондық бұл үлкен ілім дейді. Яғни адамның өзін өзі танып білуі деп олар бой бермейді. Қалай десек те бұл ұйымның басында небір кіл мықтылар мен аты әлемге танылған аңыз адамдар, танымал тұлғалардың да болғаны, әрі әлі күнге сол ұйым жұмыс жасауда деген ақпараттың толастамауы таңғалдырмай қоймайды. Тіпті Американың алғашқы конституциясында масондар жазған деген дерек бар. Яғни, біз нақтылай түссек масондардың тарихы сонау 1721 жылдардан бастау алады. Тіпті бізге бүгін мәлім парламент палаталары да сол кезеңде пайда болған деседі. Ал 1917 жылдары аталған ұйымның өкілдері өздеріне тән заңдармен ұлы Руське, қазіргі Ресейге де келіп жетеді. Бірақ Николай II масондарға түбегейлі қарсы болған. Одан басқа патшалар да қарсылық білдірген. Дегенмен орыстың атақты ақын, жазушылары аталған ұйымға қарсы болмағанға ұқсайды. Мысалы, Александр Сергеевич Пушкин осы масондардың қатарында болған деседі. Тіпті ол туралы деректер келтірген зерттеушілер Пушкиннің біз білетіндей дуэльден қайтыс болмағандығын, тек оның қабіріне басқа адамды қойғанын, ал масондар оны мүлдем басқа жаққа алып кеткендігі, мысалы Америка құрлығына немесе өзге жерге, әйтеуір Пушкин сол жақта мүлдем басқа есіммен өмір сүрген деген дерек бар. Масондықты зерттеушілердің келтірген деректеріне сүйенсек, әйгілі 4 ноян киносын білмейтін жан жоқ шығар. Осы 4 ноян, яғни Три мушкетері кітабын жазған Александр Дюма деген жазушы, нақ осы Пушкиннің өзі деген қауесетті бірнеше ғалымдар жоққа шығармайды. Қызық, иә, Пушкин кейін Дюма болып кеткен ба? Жарайды, оған қош делік. Есесіне 1917 жылдары Владимир Ильич Лениннің коммунистік идеясы шарықтап, масондар аздап біршама ығысқандай болады. Алайда бұл ол ұйымның жұмысын тоқтатты деген сөз емес. Аталған ұйымда танымал тұлғалар, оның ішінде саясаткерлер, ақын, жазушылар тағы басқа ықпалды адамдар әлі де бар деседі. Масондықтың ұшар басында еврейлер тұрғандығын, ал еврейлерді әлем бойынша көпшіліктің неге жек көретіні әрине ойланған жандар үшін жұмбақ іспетті. Біз көп нәрсені саясатқа әкеліп тірейміз. Бірақ біз кез келген мәселені саясатқа тіреп, таққа таласу, жерге қызығып көз аларту, мұнайға таласу дегенімізбен оның арғы жағында дін жатқандығын кейін аңғаруға болады. Әрине әркімнің діні өзіне. Кім қай дінді ұстанса да өз еркі. Бірақ масондардың сонда көздегені не? Тіпті әлемде болып жатқан күрделі өзгерістер мен шиеленістердің басында осы масондар тұрады мыс деп тарайтын ақпараттар әлі күнге таңғалдырады. Тіпті белгілі тұлғалардың өздері арнайы масондық ритуалдарды қолданып ант береді мыс, әрқайсысына белгілі бір миссия, тапсырмалар беріледі екен деген пікірлер де ғаламторда өзге ғаламшарлықтар туралы деректерден бірде бір қалыс қалмай өріп жүр. Тіпті олардың өздеріне тән белгілері жұлдызша, эмблема, пирамидалармен қандай байланыс бар? Олардың белгілерін біз құнды ақша доллардан көреміз бе, жоқ әлде бұл жаңсақ пікір ме? Тіпті масондықтың басында әзәзіл сайтан әлемі бар дегенде пікірлер желдей еседі. Қалай десек те ойланған жанға ой саларлық құпиялар бар секілді. Біз масондық ұйымды бір сөзбен әлемдік деңгейдегі элита, әлемді басқармақ болған құпия ұйым, тек діни тәрбиелік ілім деп айта аламыз ба, тағы басқа қалай атауға болады? Сіз қалай ойлайсыз көзі қарақты көрермен? Масондар туралы білгеніңізбен комментарийде бөлісе кетіңіз. Ақпараттар ұнаса, лайықты түрде лайк басып, арнаға тіркеліп қоюды ұмытпайық.